Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге ұн керек. 500-600 граммдай примерно аламыз. Бір ас қасық дрожжи қосамыз. Араластырамыз барлығын жақсылап. Тұзды тоже былай көзбен өлшеп аламыз. Приблизительно. Жақсылап тағы да араластырамыз. Bir жұмыртқа қосамыз. Ертілген сары май үйдің қосамыз. Үйдің майы болмаса, магазинный 82% май алып қоссаңыздар болады. Сосын су құямыз, тоже суды көзбен өлшейміз. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Айта кетейін дегенім, суымыз міндетті түрде жылы болуы тиісті. Қамырымызды жақсылап тұрып басамыз, иі қансын деп, жақсылап онды көтерілсін деп, дұрыстап осылай басу керек бірнеше рет. Содан кейін ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз көтерілсін деп. Ал міне менің наным көтерілді. Енді қазір бұны жайып, дөңгелектер істейміз. Мен дөңгелектерді кәдімгідей үйдегі стақанмен жасаймын, қиып. Содан кейін бетін жауып, бір 10 минуттай қойып қоямыз көтерілсін деп. Бауырсақтарымыз көтерілді. Енді міне табаға май қызып тұрған майға осылай пісіріп аламыз. Екі жақты жақсылап тұрып. Міне біздің бауырсағымыз пісті, дайын. Осындай жеп-жеңіл, воздушный, үлпілдек, сондай қытырлақ жақсы бауырсақ болып шығады. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Ал достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет.